Айгүл мереке деген сөзді бұрында жақсы білетін. Жұрт көшеге шығады, көңілді жүреді, бірін-бірі құттықтайды. Мереке күндері біріне-бірі сыйлық тарту етеді. Міне, бүгін 8 наурыз. Айгүл оянғанда қасында үлкен қуыршақ отыр екен. Әрине, бұны көкесінің әкелгенін ол бірден білді. Мерекеңмен қызым, тезірек жуында тамақтанып ал. Рахмет, әке. Сосын апана барып қайтайық. Анасы ауруханада жатқан болатын. Көктемнің күні өте жайдары еді. Көшедегі адамдардың бәрі де қуанышты. Әке, қарашы. Бүгін бәрі қуанышты. Мен де қуаныштымын. Анасы оларды жарқын жүзбен қарсы алды. Алып келген гүлдеріне рахметін айтты. Айгүлді бүгінгі мерекесімен құттықтады. Апа, деді Айгүл анасына қарап. Мереке деген немене? Мереке деген. Бүгін 8 наурыз міне. Осы сияқты қуанышты күндерді мереке дейді жаным. Ал апасы ауруханада жатып, қуанғысы келмеген балалар ше? Көп ұзамай мен де үйге барамын, қызым. Апам үйде болған күндер нағыз мереке.